Статистика бойынша елімізде осынша көп пәтерлі үй бар. Заңдық тұрғыдан алатын болсақ, әрбір пәтердің иесі өзі тұратын үйдің ортақ қожайыны. Басқаша айтқанда, кондоминиум. Жалпы үй меншігі, жер учаскесі, баспалдақтардың арасы, балкон өткелі, жертөле, шатыр, автотұрақ және өзге де жерлер бәріне ортақ кондоминиум нысанының құрамына енеді. Мұндай түсінік Қазақстанның құқықтың тәжірибесінде тәуелсіздік алғаннан кейін пайда болды. Сондықтан көп пәтерлі үйлердің барлығы мемлекеттік органдарда кондоминиум нысаны ретінде тіркелген деп айта аламыз. Мұндай жағдайда үйдің заңдық статусына тұрғындар, нақтырақ айтқанда пәтер иелері жауапты. Я могу вам сказать, если сегодня не зарегистрировать... Егер бүгін тіркеметін болсаңыз, ертең жертөледен айырыласыз. Оны иемденгендер жалға беріп, сізді жертөлеге кіргізбеуі мүмкін. Егер мен подъездің меншік иесінен алсам, сізді онда кіргізгенім үшін ақша алатын болам. Сондықтан біздің сатып алған үйіміз барлық тұрғындарға ортақ. Пәтерімізге еркін кіріп, құбырлардың шірімеуін қадағалауымыз керек. Тұрғындар меншік иесі болып қалуы шарт. Кондоминиум нысанын мемлекеттік тіркеу бастамашыл топтың өтініші бойынша жүзеге асырылады. Топтың құрамында көп пәтерлі үйдің кем дегенде 2 пәтер иесі болуы шарт. Егер үйде қандай да бір өзгеріс болса, мысалы қайта салу, қайта жоспарлау, үйдің жанынан дүкен, сән салонын салған болсаңыз, онда құқық белгілеуші құжаттар мен сәйкестендіруші құжаттарға өзгерісті бастама көтеруші енгізеді. Кондоминиум нысанын мемлекеттік тіркеу кезінде енгізілген өзгерістер көрсетілуі керек. Көп пәтерлі үйдің жалпы аумағы жер телімі, кондоминиум нысанына тиесілі жалпы мүлік, әр пәтер иесіне тиесілі бөлшегі, пәтердің жалпы аумағы және тұруға арналмаған орындардың аумағы. Егер кондоминиум нысанының ортақ мүлкінің құрамы мен пәтер иелерінің тиесілі үлесі өзгеретін болса, басқаша айтқанда кімде-кім өзінің пәтерінің аумағын ұлғайтып немесе кішірейтетін болса, оның үлесі не себепті өзгергендігі мемлекеттік тіркеуде көрсетілуі тиіс. Жерге келетін болсақ, үй аумағындағы жер телімі жергілікті атқарушы органның шешімі бойынша жүзеге асырылады. Ол үшін бастамашыл топ өтініш беруі керек. Барлық құжаттар мүлік иелері бірлестігін құрудан бастап, енгізілген өзгерістердің барлығы халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы тіркеуге алынады. И когда человек покупает, платя за квадратный метр... Пәтерді сатып алған кезде иесі сол аумаққа тиесілі мүлікті де сатып алады. Егер ол тек пәтерді алдым, қалғанның маған қажеті жоқ десе, қателеседі. Мүлік тозып пәтеріңіз өз құнын жоғалтады. Тіпті пәтер иелері өз аумағын абаттандырып, есік орнатқаннан кейін пәтерге сұраныс артты дейді. Жаңа көп пәтерлі үйлерге келетін болсақ, үйді салушы, яғни тапсырыс беруші, пәтерлер мен тұруға арналмаған аумақты сатқанға дейін оларды мемлекеттік тіркеуден өткізуі керек. Жер телімі де ортақ мүлік ретінде үй салушы есебінен тіркеледі. Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы заңында кондоминиум нысанын тіркеуге қою мерзімі нақты көрсетілген. Пәтерге және тұруға арналмаған орындарға меншік құқығы, мемлекеттік тіркеу құқығы алынған сәттен бастап 30 күн тізбелік күннің ішінде беріледі. В нашем случае, вот кондоминиум нашего дома... Біз үй салынып жатқан кезде меншік иелерімен бас қосып жертөлелерді бөліп алу жағын келістік. 432 шаршы метрге есептедім, жетіспейді. Амыраға келу үшін басқарушы компания жертөлені жалға беріп, одан түскен қаржы ортақ қажеттілікке, үйді күтіп ұстауға жұмсалады деп шештік. Біз тұрғындардан әр шаршы метріне 23 теңгеден аламыз, жалға беру есебінен. Ал үйді күтіп ұстауға шаршы метріне 72 теңге кетеді. Кондоминиум объектісін мемлекеттік органдарда тіркеу Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй қатынастары тұрғысында да маңызды. 2019 жылғы 19 маусымда тұрғын үй қатынастары мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының заң жобасы екінші оқылымда мақұлданды. Көп пәтерлі тұрғын үй иелерінің өздері өз үйлері мен үй маңындағы аумақтарға жауапты болады. Әрі қарай қалай әрекет ететінін, не жөндеуді, не беруді, ақшаны қайдан алуды және қайда жұмсауды шешетін ПИК тарапынан жалданған әкімдік немесе мәслихат емес, тұрғындардың өздері болмақ. Осылайша кондоминиум объектісін мемлекеттік тіркеу бұл көп пәтерлі үйдің тәуелсіздікке және пәтер иелерінің жауапкершілігін арттыруға бағытталған алғашқы қадам.